Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын шоколадты бисквиттің рецептін ұсынамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бұл бисквитті жай ғана бетіне қант ұнтағын сеуіп, осы күйінде шайға ұсына берсеңіз де болады. Немесе осы бисквитті 2-3 бөлікке бөліп, арасына крем жағып тортқа қолдансаңыз да болады. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 5 жұмыртқаны ағы менен сарысынан ажыратып аламыз. 2 бөлек ыдысқа саламыз. Қантымыздың жартысын ақ уызға, жартысын сары уызға салып миксерлейтін боламыз. Видеоның астында төменгі бөлігінде, описание бөлімінде құрамына қандай заттар, неше мөлшерде керек екенін жазып кететін боламын. Сол жерден көре аласыздар. Жұмыртқаның ақ уызын аппақ көпіршік болғанша миксерлеп болған соң, сары уызын да 1-2 минут шамасында осылай ағарғанша миксерлеп аламыз. Осы уақытта біздің пешіміз 170 градуста қызып тұруы қажет. Миксерленген сары уызға сұйық майымызды құямыз және де сүтті құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қант пен сүт жақсылап араласып болғаннан кейін осы массаны жұмыртқаның ақ уызына құйып, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Силиконды қасықтың көмегімен араластырып аламыз және де алдын ала тартып қойған ұнымызды, какаомызды және разрыхлительді үшеуін електен өткізіп, осы массаға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Миксердің көмегімен араластырсаңыздар да болады бұл жерде. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркелуді сұраймын, және де осы видеоның астында поделиться батырмасы тұр. Сол батырманы басып, достарыңызбен WhatsApp желісінде бөлісуді сұраймын. Бұл сіз үшін оңай, ал менің арнам үшін өте маңызды болады. Сіздердің қолдауларыңызды сұраймын. Және де видеом ұнап жатса лайк басып, өз ойларыңызды немесе сұрақтарыңызды комментарий бөлімінде жазуларыңызды да сұраймын. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осы дайын болған массамызды алдын ала дайындап қойған формамызға құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 40 минут шамасында пісіретін боламыз. Ең алғашқы 25-30 минутта пештің аузын ешқашан ашпаңыз, немесе бисквитіңіз көтерілмей қалады. Толық піскеннен кейін осындай ағаш шпажканың немесе спичканың көмегімен шұқып көрсеңіз болады. Құрғақ болып шықса, ол пісті деген сөз. Міне осындай әдемі болып көтеріліп, өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Барлықтарыңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.